сіздерме бүгін бисквит жасауды көрсетейін деп тұрмын. Яғни 6 жұмыртқамен қантты араластырып аласыздар. Бұл разрыхитель 10 грамм, какао 40 грамм, 180 грамм, қант 150 грамм. Қант пен нені жұмыртқаны жақсылап араластырып алыңыздар. Осындай қоюлықта біз жұмыртқамен қант араластырып алдық. Разрыхитель осы безглютеновый, какао да осы, қолданып жатқан ұным да осы. Яғни разрыхительді ұнға салып аламыз, какаоны салып аламыз, араластырып аламыз да, араластырып алып бисквиттің тестасына саламыз. Яғни жұмыртқамен қант араластырып алдым, жақсылап тұрып. Егер сіздерде бисквит шықпайтын болса, ақ пен сарыны бөліп алсаңыздар болады. Ақ пен белок пен сарыны бөліп қантпен араластырсаңыздар, жақсы бисквит шығады. Шетінен қосып араластырып отырамыз. Бұл негізі Прага торт. Осылай ұнды қосып, шетінен араластырып отырып, қызып тұрған духовкаге саламыз. 170 градуста 50 минутта піседі. Ұнды қосып, шетінен осылай араластыра бересіздер сағаттарымен. Түбін бәрін араластырып аламыз. Лопаткамен асықпай араластырып алсаңыздар, бірігегі болғанша. Болды. Түбін бәрін араластырып алдық. Енді осыған құямыз да. 170 градуста 50 минуттай асықпай пісіріп аламыз. Яғни торттың піскені құрғақ ағашпен білуге болады. Қойдым. Шынымен тексердік. Құрғақ, яғни пісті. Бисквитті 3-4 сағат, или 2 сағаттай әбден суығанша қойып қойыңыздар. Суығаннан кейін кремін жасаймыз. 300 граммдай сливкиге 120 грамм сахарный пудра салып, взбивать етеміз қазір. Мен ыдысты артып, морозилкаға кішкене суытып алдым. Сливкиді суық қылып бір-бірін холодильникте тұрмаса, шығуы қиын болады. Салқын жерде тұрған жақсы, суық жерде. Ақырындап бастайық. Сливки дайын болды. Сливкиге қантпен жаңағы сахарный пудраны қосып жасадым. Енді мыналар тортты 3 бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін мен пропитка жасайын. Ортасы кішкене жұқарып қалды. Пропитка жасайын. Пропиткаге қара шайға 1-2 қасық қант қосып жеріп, 1-2 қант қосып жеріп, араласыздар да жаңағы жасалған взбивать етуге кремді қоясыздар.
негізі сливкидің 30%-терін алсаңыздар дұрыс. Взбивать еткенге жеңіл болады. Бұны суық қып бір күн холодильникте және морозильникке тастайық. Миксер ыдыстарыңызды жасайтып қойып алсаңыздар, сонда сливки жақсы тепіледі. Бетіне өздеріңіз қалай ұнайды, солай жасай бересіздер. Өздеріңіз жасап, әлде торттар көрсеткен алла бұйыртса. Басқа сливкилермен көрсетеді. Бұл прага торттың бетіне негізі абрикос варенье жағады. Біз вишняның суын ғана жақсаңыздар болады. Бетіне шоколад құюы керек. Безглютенный шоколадтар заказ беріп әлі келмей жатыр. Оны біз қандай видеоға барсатпен әрлей берсеңіздер болады. Холодильникке қойып қойыңыздар. Жан жағына жағылып, бетінен шоколадты майға ертіп құйсаңыздар болады. Прага торты шығады. Бұл үй жағдайында болғандықтан барымызбен балаларымызды кем болмай торт жасап береміз. Менде бары қазір вишня қойып сәндей саламын. Холодильникке қойып қойыңыздар 3-4 сағатқа. Замороженный вишня, яғни. Енді холодильникке қойып қоямыз. Тортымыз. Сіздер асықпай 3-4 сағатқа қойып қойыңыздар. Әдемі дәмді торт шығады, ас болсын.